Баршаңызға сәлем, сіздермен аспаз келін. Бүгін осындай өте жұмсақ болып шығатын әсел пеште осындай күлше нандар пісіретін боламыз. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен жылы сүтімізге жылы суымызды және де қантымызды, тұзымызды, дрожжамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Мөлшерлерін төменде описанияға тастап кетемін, сол жерден қарасаңыздар болады. Осылай барлығын жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Содан соң ерітілген сармайымызды саламыз. Бөлме температурасында болса да болады. Тек қана салқын сармай болмаса болды. Осылай жақсылап араластырып алып, ұнымызды саламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Осылай аз-аздан салып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Осылай бөліп салып аламыз. Бірден салып жібермеңіздер. Қамырымызды қаншалықты ұзақ елесеңіз, соншалықты сіздің наныңыз жұмсақ болып шығады. Сондықтан қамырды ұзақтау илеуге тырысыңыздар, иілін қандырып, яғни. Осылай жақсылап илеп аламыз. Қолымызға жабыспайтындай қамыр болу керек. Мінекей табағымызды да тазалап жіберіп, осылай ештеңе қалдырмай, осылай қамырымызды илеп аламыз. Міне илеп біттім. Енді үстін жауып, 40 минутта біздің қамырымыз ашып шығады. Мінекей қамырым ашып шықты, көтеріліп, енді осыны бөліктерге бөліп аламын. Менде шамамен 9 шықты. Осылай кішкентай қылып 9 штук нан шықты. Енді біз қолымыздың көмегіменен дөңгелектеп аламыз, осылай. Содан соң пергамент төселген ыдысымызға, яғни табамызға осылай қойып аламыз. Үстін жауып, 10 минутқа кішкене көтерілгенше қалдырамыз. 10 минут өткен соң кішкене осылай формаға келтіріп, осылай қолымыздың көмегімен ортасынан бастап, осылай шетін кішкене төмпешік қалдырып, осылай формаға келтіріп аламыз. Содан соң бір жұмыртқамызға аздап сүт құйып, араластырып алып, бетіне жағып, қалағанша күнжіт, мак сепсеңіздер болады. Мінекей, қараңыздар, өте әдемі болып пісіп шықты. Мен 200 градуста пісіріп алдым. Асты да, үсті де әдемі пісті. Қараңыздар, өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Әлі де көп рецепттер болады. Сіздермен бірге болған аспаз келін. Астарыңыз дәмді болсын.